Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Авторы Ғани Бейсен. Түскі астан соң аяқ асты басталған төбелес ұзаққа созылды. Еңгезердей екі алып, бірін-бірі ала алмай көп арпалысты. Сөйтіп, екеуі де шаршауға айналды. Қарсыласына қарағанда Батыр Батай жас екені көрініп тұр. Демек, болашақ біздікі деп шешті Әбекең. Негізгі төбелестің басы осы Әбекеңде жатыр. Ойда жоқта екі азаматты төбелестіріп қойды. Бұл да бір мұның құйтырғы тактикасы болатын. Штаб алдына шыққан басшы жоғарыда үнсіз қарап көріп тұр. Әбекеңнің де күткені осы еді. Қазір мына кавказдықты батырым жеңсе, онда шақырту күні тіпті де жақындай түспек. Ал жеңілсе ше? Жеңілсе де түгі кетпес анық. Мыналардай күш иелерін қандай бастық болса да өз маңайына жинайтыны сөзсіз. Оған себеп те бар еді. Ол осы түрменің бұрынғы бастығын осындағы тұтқындардың ұрып өлтіргені болатын. Сонда бірі-біріне арыстанша ұмтылған екі батыр жан алып жан берісті. Енді бұларда жеңіле салу деген жоқ. Екеуіне де абырой керек. Сосын жүздеген адам қаумалап қарап тұрғаны тағы бар. Кенеттен Батыр Батай кавказдықты басынан асыра аспанға көтеріп алды. Мұны көргенде бір сұмдықтың боларын сезген Әбекең «Тоқта!» деп айқайға басты. Бірақ кеш қалды. Өйткені Батыр Батай қарсыласын құйрықпен жерге тартып ұрды. Осыдан соң кавказдық бүктетіліп барып үнсіз қалды. Аузынан кеткен қан бетін жуып кетті. Осылайша өмірінде жауырыны жерге тимеген Қажы Мұқанмен жекпе-жекке шықсам деп бала күннен армандап жүретін Шешенстанда аты аңызға айналған Мұса Батыр Батайдың қолынан майып болды. Белі омыртқасы қатты зақымданып жүруден қалды. Енді оған амал жоқ. Бұл түрме заңы. Мұнда үздіктің де үздігі дара шығады. Бір күні жұмыстан келген Батайдың кешкі асқа бас қойған кезі. Қасында бірнеше нөкері бар. Әбекең келіп жайғасып сөзін бастады. Ертең бәрімізге кезекті демалыс. Таңғы асыңды ішіп алған соң, анау Мұсаға кіріп сәлеміңді бер. Кішілігің бар ғой, кешіріміңді сұра. Апта болды, беті бері қарай бастапты. Біле білсең, ол біздің адам, батырым дейді. Бұл сөзге Батыр Батай таң қалды. Кіріп шық, кешірім сұра дегенін несі? Осы төбелес осы Әбекең үшін болмап еді. Сонда бұл не дегені? Ол біздің адам дегені қайсасқаны. Осылайша ойы жан-жаққа жүгірді. Шынымен де, Мұса шешеннің келгені кеше. Соңғы келген 7 тұтқынның бірі осы Мұса балуан. Оны Батай танымайды. Ол да мұны танымайды. Сонда Әбекең неге оның жыртысын жыртып отыр деп ойлады. Батайдың ойға батқанын байқаған Әбекең тағы да сөйлеп жатты. Батырым-ау, әр жердің өзіндік заңы болады. Мысалға, дала заңы, қала заңы деген бар. Мұнда түрме заңы болуы тиіс. Мұса сенің ата жауың емес. Ол да бір мұсылман бауырымыз. Ол да өзің сияқты сұрқия саясаттың құрбаны болған адам. Ертең ақ барды кешірім сұра. Тағы да қайталап айтам, ол бізге керек адам. Деп шығып кете барды. Сөйтіп басын ұстаған Батай жалғыз қалды. Ал анандай жердегі бұрышта стол басында 3-4 адам отырған. Орнынан тұрып соларға қарай аяңдады. Көзге таныс көрінгенмен мыналардың аты жөндерін білмейді. Сонда да қастарына барып, бос орындыққа отыра кетті. Бірақ олардың не айтып, не қойғандарын түсіне алмады. Содан біраз отырып барып, орысша сөйлейтіндерің бар ма? Деп сұрады. Орысшаңды қойып қазақша сөйлей бер, деп бір жас бала жауап қайырды. Осылайша Батайдың кавказдықтармен достығы басталды. Мен Шешенстанның Сенторой деген жерінен болам. Сәбеттіктер біздің халықты көшіріп жатыр. 2 ағамды Қазақстанға айдады. Мен сонда 6 жыл жасадым. Қазақшаны сонда үйренгенмін. Ал өткендегі сен соққыға жыққан Мұсаныңды әке шешесі Қазақстанға көшірілген. Содан хабар ошарсыз кетті. Соңынан барамын деп жүргенде өзі сотталып осында келді. Енді өзің жайлы
сен де айтып отыр. Менің атым Шамил, деп барып, орнынан тұрып қолын созды. Сол күні қазақша сөйлесіп, құмары басылған Батай батыр келесі күнгі таңғы астан соң Мұса жатқан үйге келді. Төргі сабан төселген бөлмедегі үлкен кереуетте Мұса балуан жатыр. «Ассалаумағалейкум» деген дауысқа қолын созған Мұса сонда басын көтерді. Алдында тұрған Батайды көргенде ғой, жүзінен күлкі үйірілді. Содан «Салам алейкум» деп жылы қарсы алды. Кешегі қос қарсылас осылайша аман саулық сұрасып төс қағыстырды. Мұсаның жылы қарсы алғанына қуанған Батай кешірім сұрап та үлгерді. Оған таң қалған Мұсаға енді тіл бітті. «Сен менен кешірім сұрама. Екеуміздікі ерекше жекпе-жек болды. Мен сенің жауың емеспін, сен де менің жауым емессің. Екеуміздің жауымыз әне, ана адам», деп терезе жаққа қолын созды. Сонда қараған батыр Батай командир тұратын штаб маңдайшасына күзетшілер іліп жатқан Сталиннің үлкен портретін көрді. Асхананың алдына келгенде Әбекең топта кейін қалып темекісін тұтатты. Әлдекімді іздеген болып, көз қиығын салып, жан-жағына қарап қояды. Әне міне дегенше, анандай жерден аяңдап келе жатқан батыр Батай көрінді. Қою қараңғыда темекінің шоғын ғана көрген батыр Батай Әбекеңді танығанда жоқ. Аяғының қарын тазалап, соңғылардың бірі болып, асханаға кіріп кетті. Осылайша, сыртта қалған жалғыз адам осы Әбекең ғана болатын. Енді міне, темекісін тастай салып, олды іле шала батырының соңынан кірді. Екі қатар орналасқан стол басында кешкі астарын алдарына ала бастаған тұтқындар отыр. Олардың қақ ортасынан жүріп өткен Әбекең іштей санай бастады. 1, 2, 3, я, 3, деп іштей күбірледі. Осы кезде тамағын алып үлгерген батыр Батай, «Әбеке, қалайсыз?» деп жеңіл амандасып қасынан өте берді. «Батырым, амансың ба?» деген Әбекеңде Батайдың қолына қарады. «Міне қызық, осылайша үшеу емес, 4 болды. Жарайсың батырым», деп Әбекең қуанып кетті. Енді Әбекеңнің басты жоспарының бірі орындалды. Батыры бастықтың алдында болған, демек, тыңшылық ұсынысын қабыл алған. Бірақ маған не үшін айтпай жүр? Мұның бастық алдына барғанына да бүгін 4-ші күн. Осыншама күннен бері жақ ашпады, неге үнсіз жүр? Не үшін айтпай жүр? Әлде шынымен де бір жақты тыңшы болғысы келіп жүр ме? Міне, осындай сұрақтар Әбекеңді қатты мазалай бастады. Бір жағынан тыңшы өзімдікі деген қуаныш болса, екінші жағынан қорқыныш, үрей де бар. Сеніп жүрген адамың тап қашатын күні айғақ дәлеліңмен қосып ұстап берсеші. Олай болған жағдайда құрыдым дей бер. Туған жердің топырағы түгілі өлігіңді жабатын Сібірдің бір уыз топырағы бұйырмайды. Орман ішіне апарып, көк желкеңнен атып салуы әбден мүмкін. Бұл дегенің ит құсқа жем болып, қабіріңнің орны қалмайды деген сөз. Әлде оңаша шығып сөйлесем бе екен? Жоқ, олай жасауға да болмайды. Басқалардың көзіне ештеңе білінбесе де, батырдың соңынан аңдып жүрген тағы да 1-2 тыңшы болуы мүмкін. Әне, солар көріп қалса, сонда екеумізде күдік тудырамыз. Әрине, бұл өз кезегінде екеумізге де сырттай бақылауды күшейтеді. Негізі, Әбекең өз бетінше жүретін адам. Басына ақ түсіп, жасы егде тартқандікі болар. Әбекеңнің соңын аңдып жүрген адам жоқ. Кешке қарай Мұсаға барады. Онан шығып, бұрынғы Матвейге барады. Қысқасы, осы 6 үйдің арасында әрі-бері иемін еркін жүре алады. Оның үстіне старший деген статусы тағы бар. Сондай-ақ сырт қарағанда аңқылдап іштегісін төгіп салып отырған адамға ұқсайды. Бірақ мүлдем олай емес. Әбекең бар жиғанын ішінде сақтайтын адам, көреген адам, алдын болжап отыратын адам, көпті білетін, тіс қаққан адам, өзі нағыз рецидивист.
Бұл оның 3-ші түрмесі. Әлгі асханадағы санап жүргені де сол еді. Басқалардың тамағынан 3 адамның тамағын көбірек көрді. Осы 3-еуінің 2 кеспе қара наны басқалардыкіне қарағанда үлкенірек. Демек, осы 3-еуі тыңшылар. Осылардан абай болуымыз керек. Сондай-ақ, мынау асхананың аспазшысы да, нан үлестірушісі де тыңшы екені анық. Оларға айтып қойылған. Мұны әбекең алдарындағы тамақтарынан-ақ біліп отыр. Бұл НКВД-ның бұрыннан қолданып келе жатқан тәсілі. Мұны әбекеңде тіс қаққан рецидивист қана жақсы біледі. Таңертеңнен кешке дейін қара жұмыста жүрген адамға арқау болар тамақ керек. Мұндағы 2 үзім қара нанға батыр сияқты алыптың қарны тоймас анық. Олар көбінше осы аштықты пайдаланады. Қарынның қамы үшін қара бастың қадірін сатады. Ал олардың күні көпке бармайды. Күндердің күнінде тыңшы екені әшкере болып, қасындағылар бауыздап не ұрып өлтіреді. Бұл түрме заңы. Батырдың соңынан қойған тыңшысы осыдан 4 күн бұрын кешкі астан келгенде 2 күзетші кіріп, штабтағы үстелдердің орнын ауыстыру керек деп Батыр Батайды алып кеткенін айтты. Бұл кезде әбекең Мұсаның қасына кеткен еді. Мұны естігенде үстел ауыстыру дегені жай ғана жамылға сөз екенін түсіне қойды. Батыр Батай сол кеткеннен мол кетіп 2 сағаттан соң оралған. Демек, Батырға жақсылап тұрып дем салған. Чекистердің тілінде бұл тыңшылық жасаудың жөн жорығын үйреткен деген сөз. Әбекең бұған сенімдеді. Мұны естігелі Батырынан хабар күткеніне бүгін 5-ші күн. Ал Батырда әрі де үн жоқ. Жаққа ашып ләмейм демейді. Тіпті әбекеңнің маңына да жоламайды. Батырының бұл қылығынан сескенген әбекеңде жан-жақта дайын жүрді. Қонышына тығып жүрген жүзі өткір пышағын ұстап қойды. Өйткені Батыр болса да жас қой, сөзге алданып, Батайдың әбекеңді сатып жібермесіне кім кепіл? Егер ондай болған жағдайда, әбекеңнің басына қара бұлт төніп тұр. Осындай ойлармен арпалысып, темекісін құшырлана сорып, әбекең жалғыз отыр. Басын төмен салып, жан-жағына қарап қояды. Әне біреу, үйдің тасасынан біреудің қылтиып қарап тұрған басы көрінді. Зәресі ұшып, дірілдеп кетті. Анық сатыпсың-ау, Батыр емес, сатқын екенсің, деп күбірледі. Қорыққанға қос көрінет дегендей, тағы бір үйдің терезесінен сығылап, өзіне қарап тұрған тағы біреудің сүлбесі көрінді. Осылайша 6 айда туыстығы әке мен баладай боп кеткен 2 қазақтың Сібір орманында жүріп, жауласуы басталды. Жан-жағына алақ-жұлақ қарап отырған әбекеңді тағы да ой басып біраз отырды. Бұл мені сатты дейік. Балалыққа салынып сыр беріп қойды дейік. Немесе өз басының қамы үшін әдейі істеді дейік. Тап қазір келіп, жаналғыштар көк желкемнен атып салса да, мені кім сұрайды? Кімнің жаны ашиды? Кім арашалап алады? Жұлдызға қарап жорамалдап, соттай беретін коммунистерге мені нақты айғақтармен ұстап, соттаудың не қажеті бар? Құным көк тиынға тұрмайды ғой. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Батыр мені сатпайды. Менікі жай ғана үрей, қорқыныш. Осылай өз-өзін басқан әбекең жағасына жиналған қарды қағып тастап, жатын үйге кірді. Содан әдеттегідей 2 шотынды пешке тастай салып, өз орнына келіп қисайып кетті. Түн іші. Қарашаның қардан кейінгі аязды желі ұлып тұр. Терезенің жақтауынан кәдімгідей суық жел соғып, бойды қарып барады. Бірен-саран сыбырласып сөйлескен дыбыстар тоқтап, бәрі де қорлығы басқан. Терезеден қарап, қара түнектен басқа ештеңе көре алмаған әбекең де ұйқыға кетті. Көзін ашып үлгерген жоқ. Есіктен жүгіріп кірген 3 жаналғыш күзетші тарпа басталды. Қол аяғын қимылдатуға мұрша бермей, аузын басқан күйі тұншықтырып барады. Жан екпінімен қанша тырысса да тырп еткізер емес. Қарбаласта қолын босатып, қонышындағы пышағына қол жүгіртіп көрді.
онан да түк пайда шықпады. Соңында тынысы тарылып, өлуге айналғанда, соңғы күшін салып айқайлап жұлқынып кеп жіберді. Сонда барып, «Әбеке!» деп, жақын маңнан шыққан дауысты естіп, шошып оянды. Көзін ашып қарсы алдында қолына шам ұстап тұрған батырын көрді. Тағы да біреулердің үңіліп қарап тұрғанын көрді. «Әбеке, жаман түс көрдіңіз-ау, су ішіңіз», деп батыры кесемен су ұсынып жатты. Сонда ғана Әбекең өзінің түс көріп жатқанын сезді. «Менің батырым бар екен ғой», деп ойлады. Екі ұрттам жылы судан ұрттап алып, жастығының астына қол жүгіртті. «Тынысым тарылып барады. Есік алдына шығып темекі тартып келмесем болмас», деп сыртқа беттеді. Құдай айдап, батыры да соңынан ілесе шықты. Осы жерде екеуіне сөйлесуге мүмкіндік туды. «Әбеке, бәрі де ойдағыдай, яғни сіз айтқандай, мен қабыл алдым. Алла қаласа, сіз өз жоспарыңызды жасай беріңіз. Сіз дайын болған күні мен дайынмын. Алланың атымен ант етем. Сіз маған әкем орнына әкесіз. Соңғы демім қалғанша мен сізбен біргемін», деп сыбырлады. «Міне тамаша. Әсте менің батырым осындай болу керек. Ақылды болу керек. Енді барда жат. Жатып ұйықтай ғой батырым. Қалғанның бәрі менің шаруам болсын. Жолға шығардан бір күн бұрын айтам. Менің де уәдем өде. Аллам екеумізге де бостандықты нәсіп етсін», деп темекісін лақтырды. Сөйтіп сол күні Әбекең кешкі астан соң әдеттегідей Мұсаға келді. Бұл күнде жатқанына айға жуықтаған Мұсаның беті бері қарап жатын бөлмеде әрі-бері жүре бастаған кезі. Тіпті бүгін далаға шығып, 2-3 кезек отына келгенін қуанышпен жеткізді. Ал ертеңнен бастап асханаға өз аяғымен баратынын, тағы да 10-15 күнде қатарға қосылып, жұмысқа шықсам деген ойын айтып салды. Әбекеңнің де күткен осы еді. Осындағы 100 шақты адамның ішінде өзі сенетін батырдан кейінгі адам осы Мұса болатын. Және де Мұса Әбекең айтқан ұсыныстан бас тартпайтынын білетін. Оның үстіне бір сөзінде Мұса батыр менің туған туысқандарымды Қазақстанға жер аударып жіберді. Соларды бір көріп өлсем арманым жоқ деген. Бірақ шыдай тұру керек. Қашу жайлау жоспарды айтуға әлі ерте деп шешті. Сол үшін күнделікті тұрмыс тіршілікпен аман саулық сұрасқаннан әрі аспай кетуге ыңғайланды. Тап осы кезде аулаға дарылдап келіп, отарба тоқтап, біреулер топырлап түсіп жатты. Құлақ түре тыңдағанда қыз келіншектердің сыңғырлап күлген дауыстарын естіп, бәрі де өре тұрып терезеге ұмтылды. Қатын көрмегелі қай заман? Әпсетте отарба айналасына еркектер жиналып қалды. Әшейінде жүк түсіруге жұмсағанда барғысы келмей қипақтап тұратындар. Отарбадағы жәшіктерді жүгіріп түсіріп, көмектесіп жатты. Жүгірмей қайтсын, кейбірінің қыз қырқын көрмегеніне тіпті 10 жыл болып қалған. Осылайша ойда жоқта фельдшер медик 4 қыз келіп, жүздеген еркектің көз айымына айналды. Бірақ әттегені сол, осы қыздардың етегінде жүріп, талай боздақ ажал құшты. Бас аяғы аптаның ішінде ағаштан 2 бөлмелі үй тұрғызып, маңдайшасына санчас деп жазылған тақтайшаны іліп үлгерді. Есік терезесін салып болып, енді тек еденнің ағаштарын қағып жатқан Батайдың көңіл күйі керемет. Сыртқы киімдерін шешіп тастаған. Қолындағы балғасын соғуының өзі қара күш иесі екенін көрсетіп тұр. Ал осы Батайдың әрбір қимылын аңдып, дайын болған бөлмеден Валя қыз көз алмай тесіле қарап отырғанына жарты сағат болды. Іштей ішіп жеп барады. Ерінді тістеп қиялында Батайдың ыстық құшағында талықсып жатқаны қашан. Кешегі сұрапыл соғыстан мұның да күйеуі қайтып оралмаған. Із-түссіз жоғалып, хабарсыз кеткен. Сонан бері бірен саран көлденең аттылармен кездескені болмаса, айызы қанып, құмарынан шыққан еркек болған емес. Енді міне, Батайдың бұлшық ширақталған белегін көріп, иесі кетіп, әрең отыр. Ойында тек қана бір нәрсе. Қалай болғанда да осы азиятты қолға түсіріп, көксегеніне жету. Ал Батай болса
өз жұмысымен әлек. Ойында түк жоқ. Қайтсе де осы еденнің ағашын қағып болып, жөніне кете бермек. Бірақ, «Парен?» деп жақын маңнан шыққан әйел даусы бар ойын бөліп жіберді. Жалт қарағанда, тас төбесінен төніп тұрған орыс келіншекті көрді. Мұндай жағдайды күтпеген Батай ыңғайсызданып барып ес жиды. Иығында шені бар бейтаныс әйелдің қылығына таңданысын жасыра алмай, көзін төмен салып берді. Бірақ, «Успокойся», деп сызыла сыбырлап, белдігіне жабысқан әккі әйелдің қылығы Батайды баурап әкетті. Алып денесін дір еткізіп, жүгіріп өткен тылсым күшпен құлақ тұсынан келіп жеткен ыстық дем Батырды еріксіз еденге жықты. Сонымен ойда жоқта жан алып, жан беріскен махаббат майданы басталды. Бұл Батайдың алғашқы қыз құшағын көруі еді. Неткен сезім, неткен күй. Үстінде отырып алып, ары-бері бөксесін бұлғаңдатқан сары сылқымның қимылы өртеп барады. Құдай-ау, осы бір сәт бітпей жалғаса берсе екен, деп езіліп жатқан ерікті сары сылқымға берді. Жүрек қағысы жиілеп, өн бойын билеген сезім балқытып барады. Ышқына секіріп, кейде ерніне сүлікші жабыса, кейде кеуде тұсын сүйіп, біраз әуреге түскен сары сылқым қимылын үдете түсті. Өн бойын белгісіз күш билеген Батайда қарап қалмады. Бірде қос анарын қысып, кезек-кезек сүйсе, бірде бөксесінен ұстап, ырғағына көмектесіп бақты. Кенет терең тыныс алып, ышқынған сары сылқым Батайдың кеудесіне сылқ түсті. Бұл кезде Батайдың да буындары босап, 62 тамырынан иіп келген бал шырыны белінен кете бастаған еді. Құдды бірі бойындағы тамырынан қан орнына бал айналып жатқандай тәтті күйге түсті. Міне, осы күннен бастап Батыр Батай мен сары сылқымның арасында болашағы белгісіз болған махаббат басталды. Мұны сол кезде махаббат деп те айтуға келмейтін еді. Мүмкін бұл құмарлық та шығар. Бірақ бүгін ертең қашамыз деп дайын жүрген Батайға бұл қатынның кесірі тимесе пайдасы жоқ сияқты. Ал әбекең орын ауыстырғалы қашан. Сондағысы штаб маңдайшасына ілінген заржақ радиодан ауа райы жайлы ақпарат алу. Өз кезегінде бұл ақпаратты уақытылы алып, біліп отыру өте маңызды. Мұны әбекең бұрыннан білетін. Себебі бұл жерден қашу үшін қоршау сыртына шығып, бас ауған жаққа жүгіре жөнелу. Ол өз басыңды өлімге тіккенмен бірдей. Ал қашқаннан кейін ауылға жету ол мұндағылардың бәрінің де арманы. Алыста жүріп, азаттықты аңсаған екі қазақтың ойлағандары осы. Мұндайда ауа райының қолайсыздығы өте маңызды. Желтоқсанның аязына қоса алай-дүлей бораны соқса, онда қашып құтылудың сәті түспек. Себебі ізіңді қар басып, табиғаттың өзі көмектеседі. Сондай-ақ қатты соққан боранда мен деген иісшіл иттерде жөн көрсете алмайды. Мықты сақ құлақтардың да дауысыңды ести алмайды. Із-кескіш, із-кесерлерінің де ізіңе түсуге мүмкіндігі болмайды. Сөйтіп, әрі кетсе, бір тәулік қана іздейді. Міне, осы уақыттың ішінде кем дегенде 50 шақырым алысқа кету керек. Олар таппаған жағдайда, мұндағы басшылықтың қағаз жөнінде өлдіге санап, Мәскеуге жіберуі әбден мүмкін. Егер ажалсыз болып ауылға жетсең, онда емін еркін жүре берсең болады. Себебі өлдіге саналған соң сені ешкім іздей қоймайды. Мына заржақ радио ауа райы жайлы айта бастады. Бірақ үйіріп соққан ызғарлы жел анық естуге мүмкіндік берер емес. Құлағыңды созып, тыңдауға тағы да болмайды. Бірлі жарым көріп қойса, онда сенің үстіңнен бақылауды күшейтіп, әрбір басқан қадамыңды аңдуы мүмкін. Әбекеңнің бір ойында осы қорқыныш болса, бір құлағында радиодан жеткен хабар. Міне. Алдағы жұма күні қатты боран соғып, жексенбіге дейін жалғаспақ. Иә, анық естіді. Ескерту. Алдағы жұмада жексенбіге дейін қатты боран болмақ, деп диктор тағы да қайталады. Қуанғаннан темекісін тастай салған әбекең Батырын іздеп жатын бөлмеге жүгірді.
Батыр Батайдың сары сылқымен шүйіркелесіп жүргеніне біраз уақыт болды. Бұл тіпті Батайдың жақындары тұрмақ, бүкіл зонадағылардың бәріне белгілі бола бастаған. Мұндайда осының бәрін сынап, саралап отыратын бастықта үнсіз жүр. Күзетшілерде тыныш. Екеуіне кедергі болар ешкім жоқ. Оның үстіне сол бастыққа сары сылқымның өзі кіріп, Батайды тағы бір аптаға сұрап алған бар. Сондағысы жаңа соғылған 2 бөлмелі үйге жапсарлатып кішігірім монша соқтыру. Расында да, еркектер моншасына бару ол сұлулар үшін қиынға соқты. Жылдап қатын көрмеген еркектерде ес бола ма? Жабылып зорлап тастамасына кім кепіл? Осындай оқиғаның бірі күні кеше ғана орын алған еді. Кірлеген киімдерін жуып, шомылып алайын деп моншаға келген Катя қызды осында біреуі зорлап тастаған. Абырой болғанда бұл оқиға бастықтың бұрын Валяға жетіп, онан Батай естіген. Зорлықшы осында 5 жылдан бері отырған. Моншаға жауапты башқұрт жігіті болып шықты. Бұл істі насырға шаптырмай Батай араласып башқұрт жігітін ақылға шақырған. Ол өз кезегінде Катядан кешірім сұрап, аяғына жығылып, осы оқиға жабулы қалғанды. Және де айтуына қарағанда Катяда аса қатты қарсыласа қоймаған көрінеді. Тек тұтқиылдан бас салғанда қорқып кетіп, айқайға басқаны болмаса, кейіннен үн шығармай ыңғайына көне берген. Көнбей қайтсын, табиғи талап қызда да бар ғой. Бүгін Батай сол моншаны соғуды бастаған. Көңіл күйі көтеріңкі, қасында ақылшысы әрі сүйіктісі Валя бар. Монша қандай болу керек, ені, ұзындығы, биіктігі бәрін сары сылқым түсіндіріп бағуда. Кей-кейде кабинетіне шақырып, ыстық шай беріп, бойын жылытып жібереді. Бастықтың өзіне кіріп, әдейі сұрап алған қой. Кім қой десін? Батайға өзі би, өзі қожа боп алған. Тіпті Батайдың белдегі бұйымтайын сырттай сипалап өтіп, еркелеп, күні бойы қасының кетпей қойды. Қалай кетсін? Өмірінде мұндай алыппен, мұндай күш иесімен бұрын соңды төсектес боп көрмеген. Содан да болар, Батайдың әрбір соққысына онан сайын ышқына түсіп, естен танатын. Міне, тап қазірде сондай тәтті сезімде бастан кешіп, сұлық түсіп жатыр. Ал ісін бітірген Батай болса, сол баяғы әдетіне басып, жұмысына кірісіп кеткен. Тықылдаған аяқ дыбысы жақындай түсіп, есікті қақты. Бұл Әбекең болатын. Оң қолын матамен орап алған. Сорғылап аққан қаны аязға қатып қалыпты. Бас бармақтың түбінен орап өткен өткір пышақ сүйекке дейін жеткен. Ойда жоқта аяғы тайып құлап, қолындағы пышағы жазатайым жазым қылған Әбекең Валяға қарсы столға қолын қойып отырды. Бұл кезде жүгіріп Батайда жеткен болатын. Бұл кісі менің әкем, дегенді Батайдан естігенде сары сылқымда жан қалмады. Әшейінде басқаларға мұрнын шүйіріп, теріс қарайтын Валя қыз мына сөзден соң зырылдап кетті. Жалма-жан құрал жабдықтарын дайындап, үзілуге сәл-ақ қалған саусақты әп-сәтте жуып тазалап, инесін егуге дайындалды. Инеңнің қажеті жоқ. Болса 100 грамм құйып бер, сол да жетеді, деп Әбекең дүңк етті. Бұл сөзге түсінбей қалған Валя қыз жалт бұрылып Батайға қарады. Батайды құй дегенде ишара білдірді. Осылайша Әбекең бірінен соң бірі үшінші күрішкені босатып, ал енді бастай бер, дегендей қолын стол үстіне қойды. Мұны түсіне қойған Валя өз жұмысын бастады. Кәдімгі тігіс тіккендей, бір жағынан кірген ине екінші жағынан шығып кіртілдеп жатты. Әбекеңде үн жоқ. Қыңқ деп дыбыс шығармады. Тіпті өз саусағынан көз алмай қарап отыра берді. Мұны көргенде Батайдың тұла бойы түршігіп кетті. Не деген шыдамды адам, мұндайды алғаш рет көруі. Үзіліп қалайын деп тұр. Оны кәдімгідей ақ тігіп жатыр. Бұл болса құдды бір мылқау секілді. Жақ ашпайды. Не деген төзімді, не деген шыдамды. Батай отыра ойға кетті.
мұндай адаммен жолда қалмайтынның анық. Кеттік деген күні кете бермек. Ауылдағы кәрі анасы мен жалғыз қарындасы есіне түсті. Ойда жоқта әбекең алған жарақат алдағы жоспарды өзгертпек. Арада 2-ақ күн қалды. 2 күннен соң көптен күткен боран басталмақ. Мұны қазірше әбекеңнен басқа ешкім білмейді. Әлі Батайға да айтқан емес. Ал Валяның айтуы бойынша бұл жақында әбекеңе жұмысқа шығуға болмайды. Суыққа бітпей қоюы мүмкін. Бітпей көп жүре берсе, іріңдеп, гангренаға айналуы қаупі бар. Сол үшін де әбекеңе тек қана жылы ұстау керек. Жұмысқа мүлдем болмайды, дейді. Ал әбекең мұны тыңдасын ба? Жоспар жұма күні қашу. Қысқасы, өз басы әбекең сақадай сайдайын. Саусақты қайғыру жоқ. Арманы осы жерден қашып шығып, туған жердің топырағына жету. Елге барған соң, ертесіне өліп кетсе де арманы жоқ. Қашу керек. Қашамыз. Бұған ешкімде кедергі болмайды. Қолын күртешесінің кеуде тұсына тығып алған әбекең бүгінде санчасқа келді. Дәкеден қаны шығып тұрған қолды үстел үстіне қоя салып, қылқылға басты. Сұрап отырғаны тағы сол 100 грамм. Батай, әкем деп тұрғанда Валя жоқ десін бе? Жалмажан темір күрішкеге спирт құйып алдына қойды. Әй-шәйға қарамай тартып салған әбекең тағы да құй дегенде бос күрішкені қайта ұсынды. Бүгінде сол кешегідей 3 күрішкені босатып, енді бастай бер деп кесілген қолын қозғап көрсетті. Сөйтіп, қанын жудырып, тазалатып қайта байлатып алды да, үн-түнсіз шығып жүре берді. Қолын жарақаттағалы, әбекең жұмыстан да қалған. Түрме ішін кезіп, күн ұзақ жүреді де қояды. Іші пысса, Батайдың қасына келеді, бірақ жағашып өз ойын айтқан емес. Ал қашатын күнде алыс емес. Шынын айтқанда 2-ақ күн қалды. Осы 2 күннен соң Алла деп бас аяғы белгісіз сапарға аттанбақ. Белгісіз дейтіні өзімен кеткендердің болашағы белгісіз. Олардың бәрі бірдей, аман-сау елге жете бермейді. Ауырары бар, сыздары бар, тіпті аң-құсқа жем болатыны тағы бар. Өйткені бұл орманды түз тағылары мекендейді. Солар меншіктеп алған. Солар әмірін жүргізеді. Бірақ әбекең осы сапарға өзімен бірге ала кететін адамдарында белгілеп қойған. Өзін қосқанда жалпы саны 6 адам. Олар мыналар. Біріншісі өз батыры Батай. Екіншісі ел қатарына кеше қосылған Мұса Балуан. Үшіншісі қазақ болмаса да қазақша сөйлейтін Шәміл деген шешен жігіт. Төртіншісі Алтай өңірінде туып өскен кәнігі ұры, сұғанақ қолды Қалмақ Суан. Бесіншісі өзін ноғаймын деп жүретін Сайгақ деген лақап аты бар бұрынғы альпинист жігіт Мүтәліп. Міне, осы адамдардың бәрі әбекеңнің соңынан еруге сақадай сай жүргендер. Кеттік деген бұйрықты күтіп жүргендер. Ашып ештеңе айтылмаса да, осылардың сөздерінен байқағаны бәрінің ойлары бір жерден шығып жүргені. Демек, ертең кетеміз деген күні бұлар дайын тұрары сөзсіз. Әбекең бұған әбден сенімді, тіпті күмәнданбайды. Тек өз саусағын ойда жоқта жарақаттап алуы аздап ойландырады. Дегенмен оны елеп жатқан әбекең жоқ. Үскіріп ұрып аяздың түскені қашан. Мұнда келгендеріне де 7 айдың жүзі болған. Жоспар бойынша алдағы боранның алдын ала қашу керек. Енді шегінерге жол жоқ. Бүгін міне, бәрі де күнделікті жұмыстан келіп, кешкі асқа дайындалып жатқан. Бұл қараңғы түсіп, қарбалас басталған кез. Санчас жақтан күтпеген жерден шу шықты. Сонда қара жүгірген топ-топ адамдар. Олардың соңынан иттерін ерте жүгірген күзетшілер кетіп барады. Әбсетте қалың қол жиналып, қоршап тұра қалды. Әбекеңді сонда қарай аяңдап жетіп келді. Мойын созып, әрі-бері қараса да тани алмады. Еңгезерде екеудің тарс-тұрс төбелесі болып жатқаны анық. Екеудің бірі өз батыры Батай екені анық. Екіншісі кім екені белгісіз. Кім болса да, Батайды жақсы танымайтын біреу ғой. Себебі
танитындар Батаймен төбелесу тұрмақ, қарсы сөз айтуға қорқады. Ал кімде болса, мынау қазір сыбағасын алып, Батайдың соққысынан өкіре құлады. Сонан соң, өзіңнен мықты шықса, екі көзің шығар деген бар. Жер бауырлап кеп кешірім сұрап, соңынан қаша жөнелді. Мұны көзімен көрсе де, кешкі астан соң Батайдың өз жауынан естіп отырған Әбекең жетер енді деп жекіп тастады. Сондағысы қайдағы бір қатын үшін батырының әлгі еркекті өлгенше сабағанына ашуы кеп. Сен өзің миың ашып қалғаннан саумысың? Бүгін ертең 5 литр спиртті өзің табасың. Тіліңе ие бол, көп замай жол жүреміз, дайын бол, деп шығып кете барды. Бұл Батай күтпеген сөз, аң-таң күйде қайта сұрауға батылы жетпей үнсіз қалды. Негізі әлгі таяқ жеп жатқан жігіт сұғанақ қолды қалмақ суан еді. Оны Әбекең өзі жұмсаған болатын. Қолыңнан келсе, сондағы спирттен ұрлап шық, деп қайда тұрғанын айтқан. Ол енді ұрлап шыға бергенде кешкі астан қайтқан Валя кіріп келген. Оның соңынан Батай жеткен. Осылайша сары сылқымды қызғанған Батай батыр суан сорлыны көгала торғайдай ғып соққыға жыққан. Бірақ сол спиртті Әбекең Валя қыздан Батайға сұратып алса да болар еді. Бұл енді күдік тудыруы мүмкін. 5 литр спиртті қайтпекпін, дейді. Не айтады? Кімді айтады? Кім үшін керек, дейді. Сол үшін Әбекең осы ұрыны жұмсаған. Өйткені алдағы сапарда спиртсіз түкте бітіре алмайды. Тіптен от жағалмай үсіп өлулері ықтимал. Қалай болғанда да, кем дегенде бірнеше литр спирт керек көп болса ғой, тіпті құба-құп. Қысқасы, спирт көпті кетпейді. Бәрін қосқанда 6 адамға 60 келі жүк болады. Әр қайсына 5-5 келіден спирт тапса да, қалған 5-ін азық болмақ. Осының бәрін Әбекең үнсіз жүріп дайындап жүрген. Дәу сіріңкеден 6 қорап сіріңке тапқан. 10 пәшке жаңа дәке тапқан. 10 дана кірсабын тапқан. 2 кіші пышақ, 2 сілтеме үлкен пышақ, тағы да 4 шәйі күрішке, 3 тамақ жейтін шанақ тапқан. Сондай-ақ басқа да ұсақ түйектер мен қасық шанышқа. Тіпті 2-3 ескі аяққа киетін ұйық тапқан. Қысқасы қашуға тап тұйнақтай дайын тұр. Енді қалғаны осы бесеудің басын қосып қашатын күнді айту ғана. Ол үшін ертең заржақ радиоға жақындап, кейінгі ауа райын тағы бір тыңдап көз жеткізсе болғаны. Жоспар бойынша жұма күні боран басталмақ. Сол боран басталысымен Әбекең бастаған 6 қашқан жолға шықпақ. Бұл алдағы жоспар ғана. Тап қазір жұмыстан шаршап жүргендер ұйқыға бас қойғандарына біраз болды. Сыбырласып сөйлескен бірлі жарымның да үндері өшкен. Жалғыз ояу жатқан адам бұл Әбекең ғана. Батырын күтіп ұйқысыз жатыр. Ал батырынан әлі хабар жоқ. Сары сылқымның буынан шыға алмай булығып жатыр. Жас жігіт қой, қайтсын. Мүмкін батырдікі де дұрыс шығар. Қолдан келсе, қоныштан бас деген бар. Валиядай сұлуды құшып кімнің жатқысы келмейді, деп ойлап жатып, өзінің де жігіт боп, ажар сұлуға үйленгені есіне түсіп кетті. Егер менің сол ажарым тірі болғанда, мүмкін мен мүлдем басқа адам болар медім, деп ойлады. Дегенмен жазғаннан озған адам жоқ. Ажардың қайта тіріліп келмесі анық. Алдағы жоспары осы жерден қашып шығып, ауылдағы ажар жатқан бейітке жетсе, құшақта отырып, өліп кетсе де арманы жоқ. Көз алдынан 20-ға толмаған өрімдей жас сүйіктісінің сүлбесі жүріп өтті. Енді міне, арадан 35 жыл өткенде, сол ажардың сұлу бейнесін есіне алып, көзінің тамшысын сүртті. Бүгін бесеудің басын қосқан Әбекең көп сөйлемеді. Ертең Алла қаласа жол жүреміз. Дайын болыңдар. Оңтүстік қақпа маңынан шығамыз. Шыққанымыз барып, сондағы күнделікті жұмыстан соң аяқ тазалайтын ағаштың артына жасырынамыз. Ары кетсе 10 минутта біреу, екеуден сонда жиналуымыз керек.
Соңғы аттанатын уақытымыз кешкі сағат 8. Демек, 8-ден 5-10 минут бұрын сонда болыңдар. Бұл кешкі тамақтан соңғы қарбалас сәт. Осы сәтті пайдаланып қалуымыз керек, деп бірақ тоқтады. Мына сөзден кейін бәрінің көздері күлімдеп, үміт сәулесі жарқ ете қалды. Үнсіз қалған тек Батай ғана. Батырының неге үнсіз отырғанын Әбекең жақсы біледі. Оған себепші сары сылқым болатын. Аз емес табысқандарына. 2 айға жуық уақыт болды. Бір-біріне әбден бауыр басып қалған. Оның есесіне Валиядай сұлуды тастап кете салу кез келген еркектің қолынан келе бермейді. Қалайша көзі қиып кете бермек. Сұлудың да сұлуы ғой бұл қыз. Бірақ менің батырыма ол кедергі емес. Ол өйткені нағыз азамат. Әлі көрер, қызығының бәрі алда ғой. Демек, оны айтып бас қатырудың керегі жоқ. Деп шешкен Әбекең жан-жағына бір қарап алып. Қане, қырандарым, беріңдер қолды. Деп жаралы қолын ұсынды. Бәрі де Әбекеңнің қолынан ұстай салып. Дұрыс айтасыз, мұнда өлгенше бостандықта өлейік. Азат басты азамат боп өлейік. Туған жеріміздің ауасын жұтып, топырағында өлейік. Мен дайынмын. Мен де дайынмын. Мен де. Деп бірінің сөзін бірі жалғап сыбырлады. Осылайша арыстай 6 азамат ертең кешке белгісіз сапарға аттануға бел байласып тарасты. Осы бас қосудан көңілсіз қайтқан Батай санчасқа кіріп, қисайып жата кетті. Жазып отырған қағазын тастай сала мойнына асылған сүйіктісі Валяға да көңіл бөлмеді. Жаным-ау, ауырып қалдың ба? Шаршап тұрсың ба? Деп шырпыры шыққан қызға жақ ашпады. Күртешесінің жағасын қысып тартып, онан сайын бүкшие түсті. Әлденеден күдіктенген сұлу қыз қулыққа басып, қайта жабыса берді. Батайды бұрынғысынша құшақтайсап, шиеде ернімді сүлікше сорар деп күткен. Алайда мұнысынан түк шықпады. Сүйіктісін сүйітігі құшақтамады. Тіпті басын көтеріп қарамады. Енді Батайдан Валия қыз қорқайын деді. Маңдайын сипап тамырын ұстап көрді. Қызуы жоқ, жүрек соғысы бір қалыпты. Демек, мұның басқа бір сыры бар. Анау Катяны көп айтушы еді. Әлде менің сыртымнан сол қаншықпен тіл табысты ма екен? Осыдан 1 сағаттай бұрын ғана екеуінің сөйлесіп тұрғанын көрген. Көз алдына Батайдың құшағында езіліп, соққысына шыдамай шыңғырып жатқан Катя келді. Өз-өзін ұстай алмай тілге ерік берді. Сонан соң, опасызсың, сен сатқынның баласысың, деп жұлқи бергенде шарт етіп тиген шойын шапалақтан шалқалай құлады. Оңбай құлады. Көзінің алды қарауытып, бас айналды. Орнынан тұруға дәрмені жетпей, жер бауырлап жатып, еңіреп берді. Шаштан ұстаған қарулы қол жоғары көтергенде қолына жабысып орнынан тұрды. 2 аяғы жерге жетпей асылып қалды. Сонда ғана жап аузыңды, деп жекеген сөзге көзін ашты. Иманы, зәресі ұшып кетті. Жалбарынып жалына бастады. Онсыз да ашу қысқанда Батайдан зәре құты қалмай қорқатын бар. Тап қазір еденге тартып ұрса, өлген жерім осы деді. Көзін жұмып, жыламсырап, өмірмен хош айтыса бастады. Сонан соң ерніне сүлікше жабысқан Батайдың мойнын құшақтап, құлап кетті. Сөйтіп, әдеттегідей махаббат майданы басталды. 2 ғашық жан алысып, жан берісті. Естен танып барып, еме өріндерін басты. Бірақ Батайдың аяқ астынан өзгері салуы сары сылқымның күдігін тудырды. Оған себепте жоқ емес еді. Кеше ғана 5 литр спиртті сұрап алған. Бүгін міне тағы да алам деп отыр. Оның бәрін қайтпек деген сұрақ туды. Демек, жолға шықпақ, қашуға дайындалып жүр. Жоқ, жаным, бұлай болмайды. Мені де ала кетсін. Сенің жолыңда жаным құрбан. Сен мендіксің, мен сендікпін. Өлсек, бірге өлеміз. Осының бәрін ойлап жатқан сары сылқымға тіл бітті. Мені де ала кетесің. Мен де барам. Деп кейініп тұрған Батайдың бетіне қарады. Бұл сөзді күтпеген Батай, не дейсің? Не деп отырсың? Деп шошып кеткен Батыры
бетіне үңіліп қайта сұрады. Мен де кетем. Мен өле өлгенше сендікпін. Сенен қалмаймын. Сен кеткелі жүрсің. Мен бәрін де білем. Менің сенен басқа ешкімім жоқ. Өзім әке-шешесіз өскен қу жетіммін. Тіпті туған туыстарым да жоқ. Жалғыз күйеуімді сұм соғыс жалмап кетті. Сосын менің құрсағымда сенің бел балаң жатыр. Тым болмаса, осы балаң үшін ала кет, деп жылап жіберді. Осылайша басы қатып, өн бойын мұң мен қайғы басқан Батай Әбекеңе келді. Келгенде жай келген жоқ. Қайғыдан қан жұтып келді. Бірақ алған жауабы белгілі. Көп сөздің керегі жоқ. Қайтып айтушы болма. Болмайды деген соң болмайды, деп Әбекең сөзді кесіп тастады. Батайдың енді амалы жоқ. Әбекең не айтса сол болу керек. Осыдан кейін сүйіктісі Валядан айырылатын кез келгендей еді. Түнімен алдағы белгісіз сапарды ойлап, көз ілмеген Әбекең ерте тұрып есік алдына шықты. Темекі шегін ғана уақыт өтсе де, қақаған қыстың аязы бетін қарып барады. Қатты соққан суық жел ұлый соғып бет қаратпайды. Айналаны аппақ қар басқан. Міне, аспан тұнжырап аласапыран боран басталғалы тұр. Мұндайда ормандағы ағаш дайындау жұмыстары тоқтап, түрме ішіндегі ұсақ түйек қар тазалау сияқты жұмыстар ғана жасалады. Бүгінде сондай күн болмақ. Алайда бұл күннің ерекшелігі сол, мына басталғалы тұрған боран 3 күнге созылмақ. Демек, қашып шыққанда із суытып кетуге әбден болатын күн. Осындай оймен арпалысқан Әбекең үйге кіргенде, күнделікті «Тұрамыз да тұрамыз, қане, тұрыңдар бәрің», деген ащы дауыс шәңкілдей шықты. Сөйтіп, түрме алаңына жан-жақтан тұтқындары жинала бастады. «Болыңдар, тездетіңдер», деген заржақ дауыс қайта-қайта қақсап барып үні өшті. Бірақ екінші дауыс 1-2-3 деп басталып, 83-ке жетіп бірақ тоқтады. Оңды солын түгендеп болған бастық бүгінгі атқарылатын жұмысты қысқаша айтып, жөніне кете барды. Тобыр тарқап, барлығы таңғы асқа дайындалып жатқан кез. Шеткі үйден 4 күзетші біреуді көтеріп шығып, шанаға салып жатты. Бұл осы түрменің бұрынғы паханы. Осыдан 5 ай бұрын Батаймен жекпе-жекте басынан жарақаттанған Матвейдің өлігі еді. Соны 4 күзетші шанаға салып, Батайдың қасынан өтіп барады. Соңдарынан көз алмай қарап тұрған Батайдың жүрегі елжіреп кетті. Есіне осы Матвеймен болған алғашқы төбелесі түсіп, осы өлімнің бір ұшына өзінің кінәлі екенін ойлап, соңдарынан қарап біраз тұрды. Арадан сүт пісірім уақыт өтпей, 4 күзетші қайта оралды. Міне сұмдық, мыналар неге тез оралды? Көміп жатпай, ит құсқа жемтік қып тастай салғаны ма? Тым болмаса үй қазып, рәсімдеп жерлеуге болмай мекен? Не деген надандық бұл? Не деген жауыздық десеңші? Өз халқын керек қылмаған бұл қандай мемлекет? Қадір құның көктейін екен ғой, құрысын. Мұнда өлдің деген сөз, ит құсқа жем болдың деген сөз, деп Әбекең көп айтушы еді. Осы сөз рас болғаны ғой. Қалай болғанда да бүгін қашу керек, бітті. Бірақ Батай осында келгелі мұндайлардың талайын көрген. Айына 2-3 адам өліп тұрады. Бірі таяқтан өлсе, бірі құпия, жұмбақ жағдайда өледі. Енді бірі азапқа шыдамай, асылып өлсе, енді бірі ауруы асқынып өледі. Сонда осылардың бәрін рәсімдеп жерлеп жатпайды екен ғой. Ай, қарғыс атқыр қанішерлер ай. Осылайша өз ойымен арпалысып, біраз тұрған Батай штаб жақтан келе жатқан Валяны көріп, соңынан ере берді. Қолындағы бір жапырақ қағазды үстел үстіне лақтыра салған қыз көңілсіз ғана үн қатты. Осында бір тұтқын өліпті, соны асылып өлген деп жазып келдім. Бұйрық солай болса қайтейін, амалым жоқ, шарасыз күйдемін. Айтқандарын жазуға мәжбүрмін. Егерде сен мені тап осылай асылып өлсін демесең, ала кет. Айттым ғой саған, мен құрсағымда сенің балаңды көтеріп жүрмін. Мен сендікпін, ант ішем. Егер сен тастап кетсең, мені де осындай өлікке санай бер. Мені аямасаң да, тым болмаса, ішімдегі балаңды аяғайсың. Енді бар да,
Ішкі бөлмеге кіріп қара, өз жүгіммен өз азығым дайын, дей бергенде есік тықылдап Әбекең кіріп келді. Мұртыны жабысқан қарды қағып тастап, Батай мен Валяға қарап жаралы қолын созып отыра кетті. Әбекеңе үйреніп қалған қыз спирт құйылған күрішкені қолына ұстатты. Сонан соң барып ашық әңгімеге көшті. Себебі бұл жерден қашып шығуды Батай емес, осы адамның жоспарлап жүргенін түсінді. Оған ешқандай күмәні жоқ еді. Сол үшін Әбекеңмен өзі тікелей сөйлесуді жөн көріп, сөзін бастап жіберді. Валяның айтқандарын бастан аяқ мұқият тыңдағанда Әбекең қатты таң қалды. Содан көрсеткен дорбасын Батай екеуі тінтіп шықты. Жолға керек жарақтың бәрін алыпты. Тіпті жара кесетін пышақтың біраз түрін, сондай-ақ дәрі-дәрмектер, ақ деке орамалар, йодқа дейін салыпты. Оған қоса 5 литрдей спирт те салыпты. Сондай-ақ өз басына кем дегенде 10 күнге жететіндей азығы тағы бар. Міне, бұл нағыз берілгендік. Бұл қыз жай ғана орыстың сары қызы емес. Бұл өте ақылды, әрі көпті көрген қыз. Демек, бұл қызды ала кетуге болатынын Әбекең кеш болса да түсінді. Түйін сөз, ала кетеміз. Енді бұлар 6 емес, 7 болды. Бүгін кешкі 8-де осы 7 бейбақ жолға шығады. Әңгіменің жалғасы келесі бөлімде. Каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.